Ақтөбе облысында Ойыл ауданында тасқыннан бүлінген үйлерді комиссия тексеруге кірісті. Олар баспаналардың тұруға жарамдылығын анықтап шығын көлемін есептейді. Бұған дейін Қобда ауылындағы су басқан үйлердің иелеріне әкімдіктен бір реттік қаржылай көмек көрсетілген. Жер қарайған соң 24 үйді жаңадан тұрғызбақшы. Қазір 3 үй құлап, 4 баспананың қабырғасы опырылып түсті. Әлі 17 үй су астында тұр. Қобда аудандағы Байтақ пен Жарық ауылдары жарықсыз отырғанына аптадан асты. Ал Ойыл ауданында Қаратал ауылында 5 үйді су басқан. Тағы 25 үйдің ауласы көлкіп тұр. Тұрғындар ішіне су кірмесе де іргетасы мүжіліп, ылғалдан сыз тартқан баспаналар тұруға жарамсыз дейді. Сондықтан тексеруге шыққан комиссия соны мұқият қадағаласа деп отыр. 5 тұрғын үйге су кіру, 25 ауланы су шайды. Бүгінгі күні арнайы комиссия жұмыс жасап жатыр. Қазіргі таңда қауіп сейілді, жағдай қалыпты.